Балаларым, қолдарыңдағы смартфонды тастаңдаршы. Одан да мен сендерге қызықты ертегі айтып берейін. Ертеде ма? Жоқ балам, өте заманауи бір ақ ешкі болыпты. Және оның 7 лағы болыпты. Лақтарым, мен супермаркетке барып сүт алып келейін. Аулада қасқыр жүр, доставчик болып. Сендер оған есік ашпаңдар. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді деп әндеткенде ғана есікті ашыңдар, жарай ма? Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді. Ойбай, мынау кім? Дауысыңыз гүрілдеп тұр ғой. Вокалға барып, дауысыңызды түзетіп алсаңызшы. Осылай өзіне сендіре алмаған қасқыр студияға барып, дауысын жіңішкертіп алады. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, пакеттерін ілді. Дауысыңыз құсайды екен, бірақ Face ID-дан қолыңызды көрсетіңізші. Дауысын түзеткен қасқыр енді тырнағын түзетейін деп салонға келіпті. Тырнағын боятқан қасқыр енді аяғын ешкінің тұяғына ұқсату үшін ақ кроссовки сатып алады. Лақтарым, балаларым, аналарың келді, пакеттерін ілді, тырнағымда әдемі. Осылайша қасқыр лақтардың сеніміне кіріп, лақтарға тап береді. Тек бір лақ қана жасырынып қалады. Арның қампайтқан қасқыр алаңсыз қонақ бөлмеге кіреді де ұйықтап кетеді. Үйге келген ешкі лақтарын таппай аң-таң болады. Тек бір лақ қана анасына бар жайды айтып береді. Ешкі қасқырдың қарнын жарып, лақтарын шығарып алады да, қасқырдың ішіне үйдегі бар қоқысты салып, қайта тігіп қояды. Анашым, қасқырдың ішінде интернет істемейді екен, ол жерде телефонымды да қуаттай алмадым. Лақтарым, бүгінігідей жағдай қайталанбас үшін смартфонды тастаңдар да кітап оқыңдар. Сонда алғыр боласыңдар, қасқырға алданбайсыңдар. Міне, ертегі осымен соңына жетті. Сендер де смартфондарыңды тастап, кітап оқыңдаршы.